Бүгінгі сабақта көп өлшемді тізімдер туралы үйренеміз. Ол үшін бізге бір өлшемді тізім құрып алайық. Тізімнің әрбір элементінде өзінің жеке индексі бар екенін білеміз. Мәселен, 0-ші индекс ол 1 деген санға тиесілі. Ал 2 деген санды шығару үшін 1-ші индексті жазуым керек. 3 деген сан ол 2-ші индекс. Солай жалғаса береді. Енді көп өлшемді тізімдер құра алу үшін 0-ші индекстің орнына, қазір 1 деген сан тұр, соның орнына тағы да бір тізім құрып алайық. Енді тізімнің 0-ші индексін экран бетіне шығаратын болсақ, 4, 5, 6 деген сандары бар ішкі тізім шықты. Яғни қараңыздар, 0-ші индексте бізде тізім тұр. 0-ші индекстегі тізімнің элементтерінің санына қол жеткізе алу үшін біз олардың индекстерін жазамыз. 0-де 0 деп жазатын болсақ, 0-ші индексте тұрған тізім, оның 0-ші элементі 4 саны экран бетіне шығады. Сол сияқты 0-де 1, 5 саны, 0-де 2, 6 саны. Тура солай біз тізімнің әрбір элементіне өзіміздің жеке-жеке тізімдерімізді құра аламыз. Ал енді қызық болсын. 0-ші қатардағы екінші элемент ол 6 деген сан. Сол 6 деген санның орнына тағы да бір тізім құрайды. Ол жерде 77, 88, 99 деген сандар болсын. Сонымен 0-ші қатар екінші элемент шығаратын болса, ол жерде мынандай тізім тұр. Ал енді олардың элементтерін жеке-жеке қарастыра алу үшін, яғни 88 деген санды экран бетіне шығарғым келетін болса, 1-ші индексті жазып, оған қол жеткізе аламын. Ондай болса, келесі кодтың шешімін өздеріңіз тауып көріңіздер. Рам батырмасын басып көрейік. 2 деген сан экран бетіне шықты. Онда кодты жеке-жеке қарастырып шығайық. 1-ші индекстегі элемент ол бізде осындай ішкі тізімде беріп тұр. Одан кейінгі элемент тағы да 1-де 1, 1-де 1, 0-ші индексте 44 тұр, ал 1-ші индексте 1, 2, 3 деген сандары бар тізім тұр. Ондай болатын болса, бұл тізімнің ішіндегі 1-ші элемент ол 2 деген сан.